Мектебім айтар әнім, сан рет қайталадым. Өзіңнен алғанымды өзіңе қайтарамын. Мектебім қиялмаймын, көп нәрсе қиялдаймын. Мәңгілік оқушың боп қалуға ұялмаймын. Өзіңнен тегінде мен аттанам сенімменен. Ассалаумағалейкум, дәу мектеп өмір деген. Ауылың жаны Ақбастау барда жу бетін. Ақбастау түбі ақтастан, айнымас сенен суретің. Суретін көрде өзің көр, қайтесің қалқам айнаны. Оянсын не бір сезімдер, ойыңа түсіп қайдағы. Ауылың аппақ бастауың, айналып кетті-ау елеске. Мұншағың шашың шашпауың, нәрестен бәрі әлесті. Ассалаумағалейкум, дәу мектеп өмір деген. Аты жөніңіз? Мұқағали Мақатаев. Туған жеріңіз? Ұланымын, Қарасаз деп аталатын ауылдың. Туған жылыңызшы? 1931. Құрдасымын Шәмілдің. Партияда барсыз ба? Жоқпын, бірақ коммунистік көзқараспен қараймын. Шыққан тегіңіз? Шаруамын, бірақ тірліктен бағалы ой санаймын. Біліміңіз ше? Орташа ғой, алайда өзім жоғары бағалаймын. Ана тіліңіз? Қазақша, қысылғанда орысша, немесе де тағы да бар. Қайда істедіңіз? Мынау еңбек кітапшасынан танып ал. Оқымаған, дипломсыз демесең, бір басыма бар мамандық табылар. Міндеттісіз бе әскерге? Міндеттімін. Біздің әлі жас кеуде, жауынгердің ұлымын ғой, жанын қиған Мәскеуге. Сөгіс алып көрдіңіз бе? Ол жағынан періште деп айта алмаймын. Шетелдерде болдыңыз ба? Болғамын жоқ. Олар маған тұрған да жоқ қол бұлғап. Қалсам болды, өлсем болды жайыммен. Осы отырған орнымда. Мекен жайыңыз? Мекен жайым жер менің. Жерде жүрген ақын деген пендемін. Қалам, қағаз, уақыт бар тек аздаған. Мен өмірде жырлау үшін келгенмін. Биыл ақиық ақын Мұқағали Мақатаевтың туғанына 90 жыл. Ақын күреске толы өмірін болашақ ұрпағына жыр қылып жазып қалдырған. Болашақ ақын Алматы облысы, сол кездегі Нарынқол ауданына қарасты Қарасаз ауылында дүниеге келген. Азан шақырып қойған есімі Мұхаммедқали. Бірақ туғандары оны Мұқағали деп еркелеткен. Ресми құжат бойынша Мұқағали 1931 жылдың 9 ақпанында дүниеге келген. Мұқағали үйдің тұңғышы, әкесі қарапайым шаруа болған. 1941 жылы әкесі Калининград майданында қаза тапқан. Осылайша 10 жастағы Мұқағали әкесіз қалып, соғыс ауыртпалығын бала кезінен сезінген. Майданға кеткен ересектердің орнын жоқтатпай, Мұқағали 12 жасында құрдастарымен бірге негізгі шаруа күші болған. Қой баққан, жер қазған, өнім жинаған, астық басқан. Сол кездегі қиындықтарды еске алып, кейін неңді сенің аңсаймын бала шағым деп те өлең шығарған. 17 жастағы Мұқағалидың алғашқы өлеңдері 1948 жылы Советская граница газетінде жарық көрген. Содан кейін ақынның туындары түрлі газет пен журналдарда жарияланған. Кей өлеңдері 1951 жылы Жастар жылы атты ұжымдық жинаққа енген. Құрметті көрермендер, Алматы қаласы білім басқармасы нөмір 7 оқушылар үйінің атынан және де Толағай драма театрының атынан ақиық ақын Мұқағали Мақатаевтың 90 жылдығымен сіздерді шын жүректен құттықтаймыз. Және де поэзия кешімізді қабыл алыңыздар.
Апырмай, туған жер ай, теңдесер кім? Бұл жерге сен болмасаң келмес едім. Кімдігімді байлаған қызығым ай, сен болмасаң бұл маңдайды көрмес едім. Шат көзімнен қарайды адамдарың, жақын тартар құрбыда таба алмадым. Жас отаудың есігін ашып қалып, айлам құрып қайыра жаба алмадым. Кел демеді, немесе кет демеді, несін маған білмеймін өкпеледі. Сені сүйген жүректі туған өлкем, сен өсірген біреулер шек көреді. Туған елім, көрмесем сағынамын, кетсем ізім өзіңнен табылады. Жасыра алмай ініңнің отауынан, ыстық маған атаның шаңырағы. Тамаш еді жаз орман, құстар сайрап мәз болған. Өзендердей, көлдердей, үйрек ұшып қазғанған. Тамаш еді жаз орман, тамашалап мәз болған. Айран қара сазан-ай, айран қара сазан-ай, айран қара сазан-ай, үйрек ұшып қазғанған. Құста болғым келмейді, қанатым бар күмістен жаратылған. Ұқсайды бар тыныштық жер бетінде, ұйқыдағы сәбидің келбетіне. Ояту бұлай тұрсын, рұқсат жоқ, ұйықтап жатқан ұлымды тербетуге. Ұйықта ұлым, ұйықта, бөпем, қасыңдамын, керек емес дүние асылдарың. Бақыт, байлық, барлығы менің үшін, сенің бір кеп мойныма асылғаның. Аймалайсың жанымды күлкіңменен, тамағыңнан айналдым бүлкіл деген. Не дейсің сен бүртиіп, айтшы сәулем, қытықтаған жүректі бір тілменен. Қандай ғана анадан туады адам сәбилердің ұйқысын қуалаған. О тыныштық, тыныштық, қандай рақат. Ұқсайды бар тыныштық жер бетінде, қандай рақат сәбилер жыламаған. Ұйқыдағы сәбидің келбетіне кім болсын ол бұл мейлің, рұқсат жоқ ұйықтап жатқан ұлымды тербетуге. Сәби болғым келеді, сәби болғым, сәбиі жоқ ананың құшағын. Жаның ашып жарылқама,
жарылқама қымбаттым. Жан ауырып баратқасын жасыра алмай тіл қаттым. Барса келме сапарымда тісім қашып түн қаттым. Бір нәрсемді жоғалттым да бір нәрсемді ұрлаттым. Сан соқпақты сапарымда мықтымын ғой деуші едім. Биіктіктің барлығында бойымменен өлшедім. Жарылқама, берме маған жауыздықтың семсерін. Мейірім бер, мұңайғанда жасың сүртем мен сенің. Мейірім бер, жүрегімді тас қылма. Үйдегі ана мейірім бер, түзде жортқан қасқырға. Сенесің бе, сезесің бе, сенің үшін бас құрбан, естілмеген әніңмін мен алты қырдың астынан. Бір нәрсемді жоғалттым мен, бір нәрсемді ұрлаттым. Соны іздедім, айдың көлдің аққуларын шулаттым. Барса келмес сапарымда тісім қашып түн қаттым. Мейірім бер, саған келдім қымбаттым. Şimdi hoş bol күрең көз, күрең мұң саған жібердім. Күлермін деп ем түнердім, білермін қалай білермін. Hoş енді hoş bol күрең көз, күрең мұң саған жібердім. Күлермін деп ем түнердім, білермін қалай білермін. Hoş bol күрең, hoş енді hoş bol күрең көз. Тірі жүрсек біз көреміз талайды, жаңа жолды, жаңа күнді, жаңа айды. Ұзағырақ өмір болса жарайды, түнде келер таңда атар арайлы. Біз көреміз керемет бір шақтарды, мұң қуарып мұң гүлденген бақтарды. Ақыл түбі ақылдылар үйретер, арам тамақ азған ақымақтарды. Айла өліп сезімменен санашат, жауыздықта жатпас сірә жарасап, адам заты мәңгі бақи әлделер, ақыр түбі ақылменен парасат. Ақиқаттың жаңа жолы туғанда, ада болар арамзалар қуларда. Жанат болып жатыр менің жан өлкем, жаманшылық жолай қоймас бұл маңға. Жанат болып жатыр менің жан өлкем, аққу болып жүрер менің ақ өлкем. Қыр басынан қызылдағы желпірмін, таңмен тұрып күнмен шығып таңардай. Анашым, асыл анам, есіл анам, елжеп есіркеймін есіме алам. Мен үшін сен суалтқан ақ сүтіңді ақтамасам, боп жүрмін несіне адам. Алыс жолда жүрсем де арып ашып, ағат ойлап түсірмей жаның ашық. Оқытып кешеу барған хаттарымды отырмысың үрпейіп жаның ашып. Өткізіп талай жылды, ай, аптаны, оқуын қызым жақсы аяқтады. Анашым, білем сені, қарсы емессің. Кеттім мен тың даланы оятқалы. Анашым, қайда жүрсем, сен күш, арым. Сүйемін дидарыңды, мен құшамын. Қайда барсам, өзіңдей қарсы алады, кең байтақ отанымның кең құшағы. Анашым, жаратылдың бағымашын, білемін көңілсізсің, сағынасың. Қайда жүрсем,
қамқоршым, отаным бар. Қапа болма мен үшін, не қыласың? Не келіп, не кетпеген бұл ғаламнан, су тартылған теңізден жылғалардан, келер ұрпаға аттанған қуған арман, не бар дейсің өмірге толға болған. Не келіп, не кетпеген бұл ғаламнан, уақытты тоқтатар шамаң бар ма? Бәрі өтеді дәуірлер замандарда, менің жаным ашиды мына өмірді, өтпейтіндей көретін адамдарға. Өтеді ғой, өтеді барлығы да, күн арқылы кетеді таңды мына, менің жаным ашиды барлығына, таң нұрына, адамның тағдырына. Менің жаным ашиды өткендерге, жаңа ғана өмірге жеткендерге, ұран жазып аспанға қойсам бәкен, енді сендер өмірден өтпеңдер деп. Бәрі өтеде, күн батуда, кешкіруде, жаңаруда, дүние ескіруде, болашақтан бейтаныс ұрпағымыз, босат деп тұр орнымды, естідің бе? Бәрін неде түсінем, бәрін білем, бірақ білмен өзімнің әлемді мен, пайдамда жоқ ешкімге зиянымда, ұялтуға қақыр жоқ ұялуға, жаяулатып жүріп ақтаймен күшті, құрық салам құланға қиялымда, қалқасына жүріп ақ қалқарыстың, күшім бар деп күшімде ұялпамыстың, келсін шамам келмесін шаруам жоқ, Геркулеспен келеді алып арысқым, олай көрем өзімді бұлай көрем, өзім патша құдай көрем, шапылдашы жұттың ұят қалып, жүрген жай бар осылай күй ақтарып, билей алмай жүрмін мен бір басымды, роботты біреудің сияқтанып. Бәрі неде түсінем, бәрін білем, бірақ білем мен өзімнің әлемді мен. Сен мұна, жанарымның ішіндесің, жанардың білесің ғой кешірмесін. Ішіне жанарыңның сақта мені, біреулер көлеңкесін түсірмесін. Сен менің, мына тылсым кеудемдесің, білесің кеудем ешкім тең келмесін. Кеудеңе зынданыңа салып сақта, біреулер көкпар қылып өңгермесін. Сен мұна, тілімдесің, үнімдесің, білесің ғой тілімнің білінбесін. Сен мені үніңе қос, тіліңе тұт, үнім үшін үшкіртін тілінбесін. Сен мына, менің алып басымдасың, білесің ешкімді оны басынбасын. Сен мені өз басыңмен бірге қорға, біреулер зұлымдығын асырмасын. Сен менің миымдасың, білесің, миым жатқа бұйырмасын, миыңның бір жеріне жасыр мені, қиылсын, өмір солай қиылғасын. Алдынан терезеңнің жүріп өттім, сен мені байқадың ба, құдіреттім. Тұрдың ба терезеңнің ар жағында, теңселіп, тұтқан пердең дірілетті. Не өртенді, жүрегім не өртенді, нелер келіп басыма нелер төнді. Балконыңнан қол бұлғап, қарсы алушы ең, неге менен жасырдың көлеңкеңді. Қайран көктем, айран гүл, қайран жазым, сарқылған ба шынымен сайран назың. Айныдың ба шайлығып шалқарыңнан, айдынымда қанатып жайған қасым. Көзің қайда, көшеден мені іздеген, сөзің қайда, жанымыз егіздеген. Терезеңнің алдында келіп тұрмын, көгершіндей, қысты күн жеміс деген. Ал енді мен ақыл айтам таңданба, қорлық үшін келген жоқсың өмірге жалғанға.
мына өмірде жүрегіңде бойыңдастық қан барда болмысты да болмасты да болады деп арманда. Ал енді мен ақыл айтам таңданба, әзіріңе мәзіріңе әулекі боп алданба. Шығатұғын күндерге де ататұғын таңдарға үмітпенен қарағайсың жүрегіңде жан барда. Өтер кетер дейміз ғой біз мұңай, дейміздағы жамаймыз кеп бір айыпқа бір айып. Отандастар, ойлайықшы ойымызға лайық, құласақ та тек беткен құзға барып құлайық. Бықсып жатқан қоламта емес, артымызда шоқ қалсын, болашақтың ошағында біз тұтатқан от жансın. Ей болашақ, ошағыңда от жансın, мүмкін бізді ұмытарсың, кім біледі, жоқтарсың. Қазақ эстрадасында вальс король атанған Шәмші Қалдаяқов болса, қазақ поэзиясында поэзия король атанған бұл Мұқағали Мақатаев. Это запомните раз и навсегда.